Ассалаумағалейкум бардақ тағайын. Арнада өмір өріндері хабары бүгін біздің студиямызда қонақта. Жалпы қазақтың дүниетанымы руханиятына өзіндік үлесін қосып жүрген Сыздықов Ақылбек Жаңабайұлы ағамыз. Аға, студияға қош келдіңіз. Хабарымыздың атауы өмір өріндері деп аталады. Жалпы енді осы өмір өріндерінде қаузалмайтын, қозғалмайтын тақырып жоқ. Бұл өмірде тілдің де мәселесі, мәдениеттің де, руханияттың да, діннің де, ділдің де, дәстүрдің де мәселесі қозғалады. Енді біздің бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбымыз өте ауқымды. Алғашқы сауалым мынадай болса. Күні кеше өзіңізбен жолықтық, жүздестік, қандай мәселе көтергіңіз келетінін айттыңыз. Осыдан 21 жыл бұрын алғашқы сұхбатыңызды біздің телеарнада берген екенсіз. Енді араға ширек ғасырға жуық уақыт салып, осы студияда тағы кездесіп отырмыз телеарнамызда. Алғашқы сауал аға, адам ата ұлты қазақ деген тақырыпты айттыңыз. Бұл қайдан туындады, не себеп болды бұлай мәлімдеме жасауыңызға? Осыған бір тоқталасыз ба? Тоқталып қалады. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, мынау келіп жатқан Рамазан айы баршаңызға құт береке әкелсін. Рамазанға жете беруімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Енді сіз маған қойып жатқан сұрағыңыз, мен өзі мынау Сырдария ауданы Наби ауылының тумасымын. Осы жерде туып өскенмін, қазір жасым 68-ге келді. Мен 10 класстық білім бар кісімін. Бірақ бүкіл нәрсенің бәрі Алланың қалауымен, маңдайыңа жазылған тағдырдың жазуымен болатын дүние екен. Осы 2004 жылы осы Қызылорда облысы Арал ауданы Ақпай деген ауыл бар екен. Сол жақта Арыстан баба бар екен, жатқан жайы бар екен. Мен оны бұрын соңды білмейтін едім. Оны бір кісілердің айтуымен сояққа барып 3 күн болдым. Басында тілеуқанасы бар екен жататын, басында шырақшысы бар екен, Жайып Қайып деген кісі болды. Ол кісі осы 2 жылдың көлемінде қайтып кетті. Сол кісі басында екен, сонда адамдар келіп кетіп жатқан адамдар болды. Мен 3 күн басында жаттым. Ескі қорым екен, таудың басында 60 метр биіктікте таудың тастарымен қоршалған дүние екен. Енді біздің осы Арал ауданы, Қазалы ауданы Тереңөзек болсын, тау жоқ қой біздерде. Ол жақта төбешік екен, жота дейді екен. Сол жотаның биіктігі 60 метр екен, ұзындығы 9 шақырым болады екен. Сол 9 шақырым жерде орналасқан бейіт екен. Басында құдығы бар екен. Ол құдық 60 метрден 2 метрден шығып тұрған су екен. Оның дәмі осы Арыстан баба бар, шәуілдердегі жерде 10 метр дейміз, жерден шығыптар, оның дәмі тұщы емес, ащы, тұзды болып келеді. Мына жердің де сондай тұзды болып келеді екен. Бұл жерде бір ерекшелігі Бала әулие деген жерленген екен бұл жерде. Ол жерге Бала әулиенің ескерткішін қойған, сондай көк тастан жазып қойған. Тағы таста ерекше аяғының ізі бар екен. Оң аяғының ізі тасқа түскен Құдайдың құдіретімен. Енді бізде біреулер мұғжиза дейді, болмаса бір керемет дейді. Бұның бәрі Алла тарапынан болып тұрған нәрсе. Ол жерде көптеген дүниелер, таста белгілер бар екен, бейнелер бар екен. Осы жерде мен өзім таңғаларға сол жерде 3-ші күні отырып, бір өзім ешкім жоқ. Сөйтіп отырған кезде сағат 11-дің уақыты күндіз дауыс келді. Жаз балам қазақ деген сөз деді. Сол кезде мен сейіліп кетіп жан-жағыма қарадым. Ешкім көрінбейді, ешкім жоқ. Қорқа бастадым. Бұл немене деп. Сөйтіп отқанда да біраз уақыттан кейін қайтадан мен саған айттым ғой, жаз қазақ деген топыраққа деді. Сол кезде ағаш алып қазақ деген сөзді жаздым. Оқы теріс қарай деді. Сол кезде мен екі жаққа қарадым. Жан жаққа қарадым да қазақ деген сөзді оқымайым, екі жаққа оқылады екен. Сөйтсе мен осы уақытқа дейін, ол кезде мен 46 жастамын. Екі жаққа оқылатын білген жоқпын. Өбәй өпін.
сол уақытта жағы дауыс айтты. Адам ата Хауана пейіштен жерге түскенде қазақ болып түскен. Қазақ деген сөз адамзат деген мағынаны береді. Сен осыны дәлелдейсің деді. Мен сол кезде 1 сағат жыладым. Мен қалай дәлелдеймін? Ешқандай оқымағаным, менің сауатым жоқ дедім. Міне өйстіп жылап жатып, 1 сағаттан кейін тұрсам, шырақшы үйде ұйықтап жатыр екен, далаға шығып тұр екен, соған барып айттым. Жәке, осылай болды. Осылай демем. Ол да топыраққа қазақ деген жазды да, ойбай деп сөйтсе ол кісі де білмейді екен. Сөйтіп отырды да бір уақытта шамалдан кейін айтты. Мен саған бір қызық айтайын ба деді. Айтыңыз дедім. Мына Қазал деген аудан білесің ба деді. Я білем ауданды. Сол Қазалдан әрі қарай деді. Өркендеу деген ауыл бар деді. Соның үстімен өтеді деді. Бұрын Жанкет деген қала болған деді. Сол өркендеуден әрі қарай Лақал деген ауыл бар. Сол Лақал деген ауылда 12 километр жерде Қызылқұмның ішінде адам ата зираты бар деді. Дедім. Міне мен содан кейін барып сұрастыра бастадым. Осыдан кейін менде бір күш болды, пайда болды. Осы мешітке келемін, молдалардың арасына келемін. Енді адам ата, адамзаттың атасы деп айтады, естуіміз бар. Адам ата бірінші пайғамбар, оны да естуіміз бар. Енді ол кезде мен Құранды оқымаймын, Құранға қарамаймын, сөйтіп жүріп, сол 2 айдан кейін мен 2 ай емес, даже 1 айдың ішінде мен Шымкент облысына бардым. Шымкент облысында Сайрам ауданы бар, Қарасу деген ауыл бар. Сол Қарасу ауылда менің туған қарындасым тұрады. Күйеу балам бар, ол кезде ол органда істейтін. Сол қарындасым Қайберен Қыршылтен деген жерге бар, сол жерге алып барды машинамен. Сөйтсем Қайберен Қыршылтен бұрын енді бата бергенде де айтып жатады, Қайберен Қыршылтен шылауында болсын, жереп жебесін деп айтып жатады. Міне осы жерге барған кезде мен көрдім, ол жерде ешқандай адамның сүйегі жоқ екен. Әулиелер жатқан жер емес екен. Ол жерде табиғи дүниелер екен, кәдімгі тастар екен. Ата-ана деген тас бар екен, екі ортасында өткел бар екен. Ойшыл қара деген шөгіп жатқан түйенің бейнесі бар екен. Орада Қамбар ата дейді. Көп деген тастан белгілер көрсетіп қойған екен. Мен осының бәрін көріп, ол жерде құрсақ тас деген бар екен, кішкентай балдар өтетін, тесік тастан кішкентай құрсақ. Осының бәрін көріп, ертеңіне мен сол Шымкент облысында, Шымкент қаласында Замана деген газет бар, Тылсым дүние деген газет бар, солардың тілшілерге айттым. Сіздерде осындай дүние бар екен. Сіздер қайда қарап отырсыздар ма? Осы жерде түсіріп, газетте шығарып, суреті болсын, осы жердің тарихы болсын, халық білмейді ме, халық білу керек қой деп, сол жерге айтып келген кезде ертеңіне 2 машинамен қайтып бардық. Сөйтіп мен де бір фотоаппарат алғанмын, бір жиеніме түсірткіздім. Сөйтіп суретті шығарып алдық. Сөйтіп суретті шығарып алып, осы студияға 2005 жылы түсіп, осы соны арқылы шықтым ғой. Жүсіп Жактерген кісі дегеніміз мен. Міне осыдан кейін менің қолыма пайда болды. Сол Шымкент облысында Түлкібас деген ауданда Түлкібас, Кемербастау деген ауыл бар екен, ол жерде бұлақ суы бар екен. Әулиебастау, Көкарыстан, әлі Бейгелді деген. Сол жерде 14 жылдай Мейірман деген жігіт отырды. Мейірман деген жігіт өзі мына Ақсу ауылы Жалағаш ауданында ол жаққа күйеу бала болып келеді екен. Оған да аян берген екен, баласы арқылы балағасы көз көрмейтін болып. Сол жерде баласы сол жерде талдар, долана өскен талдар екен, таудың етегінде. Сол жерде бұлақ су бар екен. Сол бұлақ су емдік су екен. Адамдардың көп адамға, көп ауруға ем беретін су екен. Сол баласы көрсетіп, мына жерде мына бүйректің суы, асқазанның суы, басының суы, көп нелерді айтып келіп, сол жан кейін барып өмірден өтеді екен. Мына жерде мынандай Бейгел деген әулие жатыр. Бүкіл ненің бәрі растатып, сөйтіп ол жерде 14 жыл қызмет жасайды, Мейірман деген. Ол жерде де тасқа түскен аяқтың ізі бар екен, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбардың тасқа түскен ізі деді. Міне сөйтіп осы жерде мен 2 барда қыста болдым, мен бір аптадан жазда шілденің уақытында тағы болдым. 2 рет барып, апталап жатып, суына түсіп, осы жерде сол қайтып баратқанымда маған мына тасты берді, қызының қолында екен. Мынау тас табиғи дүние, көз тас.
аға деді, мынау тасты сізге бердім, сізге берілген дүние, сіз Алланың жолына түскен екенсіз, мынау сізге керек болады деді. Міне мен соны қолыма алып, сөйтіп суреттерім бар, қандасым үйде жатам, ол ауылда көбіне түрік, өзбек халқы. Солармен енді мешітке барамыз, намаз оқимыз, сөйтіп жүріп, солармен шүйіркелес әңгіме қыламыз осы дін жөнінде. Сөйтіп отырған кезде мен келіп айтамын, біз енді әлімсақтан мұсылман екенбіз бәріміз, адам атаның ұрпақ екенбіз. Ал сол адам ата қандай ұлт болады екен? Құранда бар ма екен ұлт десек, ешқайсысы айтпайды. Жоқ, ол Құранда айтылмайды дейді. Енді қандай ұлт болады екен деймін да мен сұраймын. Ол қазақ болған екен ғой деймін ғой. Енді мен айтқаны бар. Сөйтсем өзбек айтады, жоқ, сендер өзбек өз ағам деп жүрсіңдер ғой, ол өзбек қой дейді. Түрік айтады, иә, ол түрік қой дейді. Сендер түріктен шықтық, түрік атамды не деп атсыңдар дейді. Сосын мен отырып айтамын, сендерде дәлел бар ма деймін ғой. Қазақ деген сөз неге екі жаққа оқылады? Алла деген сөз неге екі жаққа оқылады? Ата, ана деген сөз неге екі жаққа оқылады? Аға, апа деген неге екі жаққа оқылады? Сіздер сондай дәлел бар ма? Сендерде әка, үка дейсіңдер өзбек. Ешқандай сендерді қисыныз келмейді. Түрікке айтамын, сендерге де осындай келмейді. Неге сендер? Болмаса мына таста қараңыз деймін ғой. Деп, содан бастап мен де осы әрі қарай Құранды оқи бастадым, қазақша мағынасы, Қалифа Алтайдың. Соны оқи бастадым. Әуелі бастап кезде түсінбеймін. Кейіннен оқи барған кезде барып, әр аяттың неше екеніне уже көңіл бөле бастадық. Арасында мешітке барамыз, молдалардан арасында сұраймыз оққан. Өйсіп келдік, сөйтсек бұл тұнып тұрған білім ғылым екен Құран. Міне осыдан бастап менде іздену, әрі қарай жалғастыру, біздің қазақтың жерінде қаншама жерлердің бар екенін, сөйтсем бұл тау тас арқылы Алла тағала қазақтың тарихы тек бір ұлттың, бір елдің ғана тарихы емес, адамзат тарихы екеніне мен көзім жеткеннен кейін, ол жерде мынау Байдыбек деген аудан бар екен. Шаянға қарай кетіп жатқан жолда домалағана таудың биік жотаның үстіне Байдыбек ауданы деп жазып қойған. Осы жерде айдала Қалмаханбет деген 86-ға келді қазір. Сол кісі отыр екен. Әйелі бар. Сөйтсек, бұлар да осы жерде көптеген тастар жинайды екен. Қаптап тастар жинап қойған. Ол жерде де көз тастар бар екен. Түйенің шөгіп жатқан тастары, көп дүниелер бар екен. Сонда маған бір жігіт ол жерде айтқан, сен екі тасты ұстап жүрсең, мен сен қаппен арқалайтын тасқа апарайын, алып барып сол жерде барып білдім. Сөйтсем, ол жерде аяқтың ізі бар екен. Ол аяқтың ізі Ілияс пайғамбардың ізі деп аян берген екен оларға. Одан кейін ол жерде шынтақ із, жамбасыз, оң жамбас, сол жамбастың іздері бар екен. Алақанның іздері бар екен. Ол жерге жаңағы кісі айтады, бұл жерде 3 пайғамбар келіп сұхбат құрған дейді. Ілияс пайғамбар, Қыздар Александр пайғамбар, Сүлеймен Александр пайғамбар, үшеуі осы жерде шынтақтап отырып, сондай сұхбат болған. Бұл жер өте керемет жер, келешегі бар жер деп. Міне осыны мен кейінен бір кісілердің видеокамерасына алып, 2009 жылы Үкаша деген сахабаның Түркістандағы осы жерлерді түсірдім. Ол жақта Ақмешіт әулие деген бар, үңгір. Осы жерлерді түсірдім. Көптеген жерлерді сол Түркістандағы түсіріп, осы Асқар Мырзахметов әкім болып тұрған кезде соған ашық хатпен бердім. Бір неге дискіге көшіріп, сөйтіп бердім. Содан кейін барып, мен 9 айдан кейін барып қарағанда көп өзгеріс бар екен. Жол салған екен, Ақмешіттегі үңгір жерге жол апарған екен, свет апарған екен. Жағы жерге 2011 жылы свет апарып туризмге дайындап қойған екен. Енді бәр жағдай жасап жатыр екен. Кім жасатқан екен? Асқар Мырзахметов. Мен осын барып ішім жылай бастады. Біздің қазақтың шынымен тарихы келешек паш етілетін дүние екен ғой. Біз осыған мән бермей жатыр екенбіз ғой деп. Әрі қарай мен ізденумен бізде көптеген дүниелер әлі бар, таусаз арқылы. Өйткені оған дәлел келететін болсақ, Ақбек, сөзіңізді бөлейін, айып етпеңізші. Жаңа Лақалы деген жерде адам атаның жатқан жері деп айтты дедіңіз ғой. Иә. Барып көрдіңіз бе? Көзіңізбен әлде жол түскен жоқ па?
Бұған 2006 жылы Алла нәсіп қылды. Осыған мен бардым, декабрь айының сол аяқ жағында жаңа жылға қарсы бардым. Жерде қар, қыс, әуелі неге бардым, Қазалға бардым. Қазалдан күніге кеш түстен кейін Пазик деген автобус қатынайды екен. Ояққа барып қонып, ертеңіне қайтады екен. Мен сонымен бардым, ояқта шағын ауыл екен өзі кішкене, үлкен де емес, өте кішкене ауыл екен. Сояққа барғаннан кейін бір жас жігіттің үйі бар екен, соларға барып өтініш айтып ем. Сол үй қонақ қып, сол үйде қондым. Сонымен ертеңіне оларда мотоцикл екен. Қысы жазы мотоциклмен жүреді екен. Негізі олар балық балықпен алысады. Содан мынау люліксін алып салған, ағаш қойған, соған артынан мінгізіп алды да, сол ауылдан 12 километр қызыл құмның іші екен, сояққа алып барды. Бардық, барып көзбен көрдім, суретке де түсірдім оны. Мен білмеймін, қазір ол сурет бар ма, 2006-та ғой енді ол. Соны суретке түсірдім. Ол жерде енді ерекшелік өте ерекше, ескі қорым екен. Мына бұрын біздің ата-бабаларымыз айдалада құм кесек, қам кесектен дейді ғой, сондай тұрғызады екен. Сол жаңбырдың жауынменен кейбіреулер құмға айналып қалған, бірақ ескі қорым екен де, бірақ жерде ғана бар екен, төрт құлақ силикатпен екен болды. Енді адам атаның жатқан жері 50 метрде 100 метр болып келе ма, сондай жер, құмшылық, тышқанның індері ма, одан кейін Тораңғыл деген не барады. Тағы ол жерде бір ерекшелігі көктеп бүршік атып тұрады, қыстың өзінде бүршік атып тұрады екен, нелер. Көбісі адамның денесінде жуан-жуандар қурап, құлап атқандары бар. Бірақ енді орман сияқты енді. Ана нелердің бәрі сексеуілдің несі екен. Осы жерде адам ата жатыр, мұнаның бәрі адам атаның кіндігінен шығып атқан дүние деді. Бұны мен кейіннен барып оққанда 1868 жыл деді ма, орыстың Анишков деген бір ғалымы зерттеумен келіп, сол кісі айтып та бұл жерде адам ата әулие жатыр деп жазып кеткені бар екен. Тағы бір кісі сондай айтқан екен, осы жерде осындай адам ата жатыр деп. Содан кейін мен келдім де, осы сіздерде Сырбой ма, сол Сырбой деген газетке мен мақала бергенмін. Осы адамзаттың атасы Лақал деген неде жатыр, неге ол кезде Адырбеков деген облыс әкімі. Соған мен ашық хатпен де жібердім. Осы жерге неге назар аудармайды, осыны әрі қарай ғылыми неге түрде зерттелмейді деп. Содан арада бір ай өтпей маған жауап келді. Қазалы ауданының әкімінің орынбасары Абзал деген кісі деп келді. Біз бұл жерге қарап жатырмыз, жағдай жасап жатырмыз деді. Бірақ ол жерге ешқандай жағдай жасалмаған. Бірақ бір Байқоңырда Базарком болып істейтін бір әйел кісі ол жерге баспана салған екен. Келген адамдар түнейтін. Көрпе төсегін апарып қойған екен, қазан ошағы бар екен, ыдыстары бар екен. Бірақ адам болмағаннан кейін тышқандар еленген екен. Ана мақтасын аударып кеткені бар, басқасы бар. Тозып кетеді, осындай жасап қойған, енді айдала болғасын оған қиын, бірақ енді көлігі бар, жағдайы бар адам еге болуға болатын дүние еді ғой. Емесі сол Лақал ауылының адамына тапсырып кетсе, ол Құдайдан қорқып барып тұрады ғой ол жерде. Тазалап тұрады, көріп, неғып тұрады. Енді қараусыз болған нәрсеге сондай болып қалады екен. Бірақ ол жерде бір ерекшелігі айдала, бірақ кесене ештеңе жоқ. Мынау кірпіштер бар ғой, Қожа Ахмет Яссауидің кірпіштері баяғы заман. Сондай 2-3 жерде кірпіштер шашылып жатыр екен. Кәдімгі шашылып жерде жатыр. Мен ананы қараймын да ойлаймын, бұл қаяқтан келді? Қаяқтан болды? Кім әкелді бұны? Мінекей. Енді зерттеу керек те ол жерге, өте зерттеу керек дүние. Негізі сіз бұл өзіңізге белгілі ақпараттармен бөлістіңіз бе? Ислам діні өкілдерімен, болмаса ғалымдармен, әлде өз білгеніңізде жүр ме бұның барлығы? Бізде ислам, бізде бар ғой, ислам несінде мұфтиятымыз бар. Сосын мынау Нұр Мүбәрак университеті жоғарғы оқу орны дейді. Бұл кісілермен ғанда ғалымдар, бұлар тек жаттанды кісілер, бұл өздері Құран, хадисті айтады, басқа айтпайды.
Бізде іздену жоқ. Оларға айтамын, міне сондай мысалы мынау қазығұрттың басына келмей қалған. Мынандай мен суретке түсіріп, қанша суреттерді көрсетіп жүрдім. Бәрі машалла, иншалла, осыдан жауаптан басқа білмейді. Ойбай керемет Сонда екен. сіздің айтқаныңызды олар ертегі көреді ғой, Адам ескеру керек қой. Бұл неге айтылып жатыр, не үшін болып жатыр дегенде ескермейді. Олар пысықты қарамайды. Сен арабша білесің бе, болды, осыны айтады, болды. Арабша білесің бе дейді. Құдайға шүкір, арабша емес. Мысалы, сіз намаз оқымай қойыңыз, ораза ұстамай қойыңыз. Сіз Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деді. Соның өзіне сіз мұсылман екеніңіз ақиқат. Бізде оны ойламайды олар. Біздің немізде бахавизм, салафизм қаптап кеткен. Соның несіменен тек сені білімің қандай, оқуың қандай, осымен келе береді. Оған Алла тағала оған қарамайды ғой. Алла тағала қай адам пендесіне оқымаған пендесі, мысалы пайғамбарымыз оқыған ба, айтыңызшы. Сауатсыз болған, Міне, бірақ соған пайғамбарлық берді ғой. Пайғамбарлық емес, оны адамзаттың асылы қылды. Адамзаттың пайғамбарлардың тәжісі қылды. Ең сүйікті құлы қылды. Алланың қалауы ғой оның бәрі. Біз енді айтпаймыз, біз Алланың қалауымен мен сүйікті құлым деп айтпаймын. Мен күнәһар пендемін. Өйткені біз адам атаның өзі, адамзаттың адам атаның өзі пештен не үшін қылды? Күнә жасаған үшін қылды. Бірінші күнәға батқан адам ата мен Хауа. Біз оның ұрпағы болғаннан кейін біз күнәһар пендеміз, өтірік емес. Біз күнәға пендеміз, өтірік емес. Қазір көзі ашқалы бері жаман нәрсені көріп келе жатырмыз. Жаман нәрсені айтып келе жатырмыз. Жаман нәрселерді ауыз тигендеміз бар. Осының бәрі қалай біз судан мөлдір неден ақ боламыз, сүттен ақ боламыз. Мінекей осыны біз түсінбей жатқан жоқ қой. Біздегілердің бәрі келеді, бір аспаннан салбырап түскен періште сияқты болып шыға келеді бәрі. Ол намаз оқыса бірді, мен уже тап-тазамын дегендей болып келеді. Бірақ бізге білім ғылым берді, білім ғылым деген іздену, осы ақиқатына жету, көру. Ал енді өздерің ойлаңыз, жер бетінде қаншама ұлт бар екен. Қаншама ұлттар бар екен. Менің бірінші айтатым, адам ата мен Хауанан пештен жерге түсіргенде дейді, екі таудың ішіне түсіреді екен. Хауана басқа бір таудың үстіне, адам ата басқа бір таудың үстіне. Бір аңыздарда жердің екі шетіндегі таудың деп айтқанда, арабтар келіп өздерін арабқа жақындата береді. Хауанада арабтың жеріндегі таудың үстіне индияндық дейді. Кім арабқа жақын жердегі таудың үстіне адам ата түсті дейді. Сөйтіп 3 жылға жоқ бір-бірінен ізденіп, сағынып, Аллаға дұға қылып, адам ата кешірім сұрап, истиғфарын айтып, намазын оқып, 2 рәкат. Сөйтіп, Қағбаның алдында ғана оның тілегін, дұғасын қабыл еттіре, 300 жылдаға жоқ Арапат таудың үстінде екеуін жолықтырады. Қазір қажылға барған кезде, сол адам ата мен Хауананың кездескен жері деп Арапат таудында қажылық несін жасайды, амалдарын. Енді одан кейінгі пайғамбар кім дейді? Одан кейінгі пайғамбар Нұх пайғамбар. Нұх пайғамбардың да кембесін қайда түсірді? Таудың үстін түсірді. Ол Құранда Құт сүресінің 44-ші аятында айтады, Жуди таудың үстіне орналастырдық деп айтылады. Жуди таудың. Сөйтіп екінші пайғамбар да таумен байланыстырды. Одан кейінгі пайғамбар кім деген кезде Салих деген пайғамбар болды. Салих деген пайғамбардың қауымы сондай азғындыққа түскен кезде Алла тағала таудың жартасынан түйені мұғжиза болып шығарды, түйені. Одан кейін Лут деген пайғамбар болды. Ибрахим алейхиссалам пайғамбардың туысқаны. Сол заманда да ол Лут пайғамбардың да қауымы әйелдерді қойды, еркектермен болған уақытта оған періштелер жіберіп айтты, біз бұларға жаза дайындап қойдық. Сен өзің ерген қауымыңды қаладан шығып таста, одан кейін Алладан әмір келеді деді. Сөйтіп Алладан әмір келді. Оларға қыздырылған таспенен сол қаланы жоқ қылды. Қыздырылған таспенен. Одан кейін Ибрахим алейхиссалам пайғамбар. Ибрахим алейхиссалам пайғамбар Қағбаны салатында Исмаил пайғамбар екеуі бір ерекше тас көмек берді дейді. Сол тасқа 2 аяғын үзді дейді. Ол қазір Қағбаның алдында шишада сақтаулы тұр. Өткенде көрсеттім ба сізге? Мінекей. Одан кейінгі шайтанға тас лақтыратыны бар. Одан кейін Қағбадағы қара тас бар, жәннаттан түскен. Оны басқа дін өкілдері айтады, мұсылмандар тасқа табынып жатыр дейді. Мінекей.
бізде шариғатта бар ғой бұл нәрсе, иә? Иә. Бар ғой? Иә. Одан кейін пайғамбар кім дегенде, ондан кейін пайғамбар, ол Мұса пайғамбар. Мұса пайғамбар Алла тағаламен тікелей сөйлескен пайғамбар. Алла тағаламен тікелей сөйлескен пайғамбар тұр таудың үстіне шыққан барып сөйлеседі. Ал тұр тауды кейіннен Алла тағала көкке көтеріп алып кетті. Сина тур деп айтады ғой. Ал одан кейін Иса пайғамбар дейді. Иса пайғамбар уағыз айтатында таудың үстіне шығып бар уағызын айтады екен. Көптеген пайғамбарлар таумен байланыстырған екен. Ең соңғы ақыр заман пайғамбардың өзіне Нұр тауы Қира үңгірінде Алақ сүресінің 5 аяты түседі. Сонда қарап отырыңыз, неге көптеген пайғамбарларды тау таспен байланыстырды? Өйткені тау тас арқылы қазақ тарихы, адамзат тарихы жатыр. Мінекей мен сол үшін қолыма мыналарды ұстап жүрмін, тасты. 21. Бұл не тас? Мынау тас, жаңа Қарасу деген ауылда едім ба, Шенеуозка дейді. Сайрамадан соң қарындасым үйінде евроремонт 2 түрі жүргізіп жатқан тұғын. Мен қолымда жаңа Айберен Қышылтенді түсіріп алған суреттер бар тұғын. Ана деген тастар бар. Осыларды оларға көрсетіп отыратым. Жаңағы көршісі бар, Айбас деген түрік жігіт. Аға деді, я не болды? Мен есіктің алдынан түйенің басын тауып алдым, тастан жасалған. Әкеп көрсетейін ба деді. Жарайды, онда әкел дедім. Соң жүгіріп кетті де 5 минут болмай қайтып келді. Әкелдің ба дедім, я әкелдім деді. Мен ойладым, енді түйенің басы мынандай болады ғой. Ол тас мынандай тас, оны көтеріп әкеле алмайды, арба ма бір нәрсемен әкеледі деді. Қалай тез әкелдің дедім. Қаяқта, арбада ма дедім. Жоқ, қалтамда деді. Мен сосын бүйтіп түсінбей қалдым. Сөйтті де мынаны шығарды. Мынаны көрсетті. Міне мынау түйенің басы. Міне осы түйенің басы, кейіннен бұның қандай қатысы бар екен, бұның қалай дәлелдеге келтіреді деген кезде барып, мен кейіннен барып, жаңағы Құранда, Құт сүресіндегі Салих алейхиссалам пайғамбардың заманында түйе мұғжиза болып шығатыны, одан кейін Ғашия деген сүреде 17-ші аятта олар түйеге қарамай ма қалай жаратылған деген аятта, одан кейін Куасу деген түйесі болған пайғамбардың ол туралы, одан кейін біздің әулие бабаларымыз өзі өмірлік өтетінде түйенің келетінін, шөкке жерінде жай болатынын айтып кеткенін, сол бұл маған берген 2 тас куәлік, кәдімгі мен диплом дейді ғой, осы айтқан тарихтың растығын дәлелдейтін дүние екенін білдім де, міне мен былтырдан бастап осы шындыққа шығу үшін былтыр Түркістан телеарнасына барып, осында да сұхбат бердім. Оны сұхбат беретін барғанда, мына Қазығұрттың басына келмей қалған, ол әлемі сол жерден не қалған деген бұрыннан жатқан сөз бар. Осы сөзді қалай айтады? Бұл дұрыс емес, намазхандардың бәрі. Мен онда бір кітапта оқыдым, бір ғалым кісі, осы ислам жолында болған кісі, пайғамбарлар деген қиссасы деген кітап шықты кейіннен жаңаша. Сол кітапта жазған екен. Нұх пайғамбардың кемесі Түркияда, Аррат тауында, сол жерде бұрын 20-шы ғасырдың аяқ жағында оның қаңқасы көрсетілген, сол қаңқасы бәрі бар, сол жерге орналасқан деді, сонымен намазхандар бәрі Түркияда, Арратта деді. Содан мен іздендім, интернеттен алып, интернеттен қарап отырсам, сөйтсем, Түркияда Агра деген қала бар екен. Сол Агра қаласының маңайында сол Аррат тауы бар екен. Бұл Аррат тауы 3 мемлекеттің ортасында. Иран, Армения, Түркияның ортасында үлкен тау. Енді бұны мен әрғарай тағы бір оқығанымда, Алла тағала тауларға уақи етті дейді. Уақи етті, мен сендердің үстеріңе Нұх пайғамбардың кемесін түсіремін деген кезде биік таулар мақтан етті. Сондай дау дамай басталды дейді. Мен бәрінен биікпін, мен үстіме түседі деп, сондай мақтаншақтық, сондай өзінің менмендік, тәкаппарлық нелер болып, сөйтіп отқанда, Жудей тауы таулардың ішіндегі ең кішкентай еді. Мен анау таулардай биіктігім жоқ, менің оларда тауларындай қасиетім жоқ, мен кіммін, менің үстіме түсетін деген кезде, Субхан Алла тағала сол таудың үстіне түсірді дейді. Сөйтіп басқа таулар келіп, я Раббым, бізден ең кішкентайы, неге оның үстіне түсірдік, біз биікпіз ғой дегенде Алла тағала айтты дейді. Кімде-кім менмендік, тәкаппарлық,
мақтаншыл жасағандардың дәрежесін төмен түсіремде, қарапайым кішіпейіл пендемнің нелерін жоғары көтерем деп. Сөйтіп Жуди таудың үстіне орналастырды деп Құт сүресінің 44-ші аятында айтылып қояды. Енді Жуди деген тау еш жерде жоқ бұны. Сонымен мен интернеттен қарағанда, Агара деген қаланың әкіміне бір журналистер сұрақ қояды. Сонда сіздер неге енді әлемдік деңгейде туризм жасап, бүкіл әлемді мойындататын деген кезде, дейді, бізде сондай аңыз бар. Нұх пайғамбардың кемесі біздің Қазығұрттағыдай деген олдай аңыз бар екен рас, бірақ бізді бір қынжылтатын нәрсе, бір нақты деректі дәлел жоқ деп айтты. Енді біз үкімет тарапынан сондай жоспар жасап жатырмыз, келешек осы туризмге тарту үшін деп қолдан дәу кеме жасау, сондай проект жасап жатыр екен. Қолдан дәу кеме жасау. Жасанды. Ал бізде өткенде көрсеттім ғой сізге. Бізде нақты дәлел тұр, Құдайдың құдіретімен ешқандай қолдан жасамаған Алланың дәріп құдіретімен құрсаған үңгір. Осы құрсаған үңгір, өйткені адам баласының бәрі ананың құрсағынан дүниеге келетіні анық. Кеме қалған шыңда тұр тағы да, анау мына емес. Бізде басқасы емес, Қайберен Қыршылтенің өзінің оның бәрін келтіреді. Ондай жерлер бізде көп, құрсаған үңгір деген әр әулиенің басында керемет қасиетті жерлердің бәрінде тас арқылы көрсетіп қойған дүниелер көп бізде. Мысалы бізде Келшектау деген жер бар, оның өзіндегі несі бар, тас болып қалды дегенде тас болып қалатын. Бізде 40 қыз бар, ол да өзі Қыземшек деген жер бар, ол жерде. Енді айтып отырмын ғой, біздің жерімізде, мысалы мен онау Егеулі ата деген жер бар, Шиелі ауданында. Сол Егеулі атаға бардық. Егеулі атаның дейді, мен сол 2007 жылы осы Құлмұхаммед Аким болып тұрған кезде, тойға түсіретін видеокамера кісіні алып барып, соны түсірдік, сонда көрдім. Осы жерде кәдімгі огородқа кіргендей болдым ғой. Асқабақ сияқты тастар бар, қауын, қарбыз сияқты ала тастар бар. Осының бәрі кейіннен мен арада 4-5 жыл ма, 6-7 жыл ма салып кейіннен барғанымда олардан жоқ екен. Уже фундаментке алып кеткен екен адамдар. Ол жерде бір белгі бар, бұлағы бар, сол бұлақтың түбінде тас, табиғи тастар тұр. Ананы анықтап қарасаң, кобра жыланның, анекөлме үлкен жылан, соның анық көрінеді суреттер, Құдайдың құдіретіменен ол жерде. Одан кейін былайырақ кетіп баққанда, құс, жұмыртқа басып атқан құстың, менде суреті бар еді, кейіннен нені ауыстырған кезде өшіп қалып, енді қайтып түсіру керек болды да, мен оған бара алмай жатырмын. Ал осы жерде енді түсіруге болады. Осы жерде барып, керек нәрсені түсірсе, бұл келешекке керек дүние, бұл жер. Өте керек дүние. А бізде бәрі немқұрайлық қой, бәрі немқұрайлық болып жатыр ғой, қарамай. Аға, бір сұрақ. Жаңа бір өкпе ренішіңіз секілді естілді маған. Сіз айтқан дүниелерді сонда ешкім ғылыми дәлелі жоқ деп қабылдағысы келмей жүрме? Мысалға... Жоқ, мен ешкімге ренжімеймін. Ешкімге ренжіп жатқан жоқпын. Ғалымдарға айтып көрдіңіз ғой, осы Қызылордадағы тарихшы ғалымдарға, археолог ғалымдарға? Бізде барғыз, бұрын бізде мына тарих институты бар Алматыда. Тарих институтына бардым, оған барғанда директорына жолағайын деген директоры сессияға баратырым, анаяққа баратырым, маяққа баратырым дейді, орынбасарына көрсетті. Сол орынбасары жас жігіт екен, бардым, осыған былай айтып едім, олар айтты, біз кітаппен сөйлесеміз деді. Кітабын қандай дедім, кітабымыз бізге архив деді. Архивіңіз қайда дедім, Москвада деді. Сонда қазақтың тарихы Москвада не бітіп жатыр дедім. Қазақтың тарихы өзімізде болмай ма? Өзімізде тұрмай ма? Өзіміздің архивімізде болмай ма? Қазақстандағы Алматы қаласындағы тарих институтының мұрағаты Мәскеуде. Мәскеуде. Бұл не заң сонда? Міне мен осы. Біз кітаппен ғана жұмыс істейміз деді. Онда сіз сол кітабыңызбен жүре беріңіз дедім. Онда сіз сол кітабыңызбен еш шындық шығара алмайсыз дедім.
сіздің тарихыңыз, біз дегенде көп адамдармен сөйлесеміз ғой, біздің тарихымызды бір кісілер айтады Москвада екен, бір кісілер айтады Қытайда біздің 5000 жылдық тарихымыз жатыр дейді. Бір кісілер айтады, ой, біздің жердің астында мынау шәуілдерде отырарда сойықтың кітапхана бар екен, кейін ол ашылып табылады екен дейді. Оны жүре беріңдер, табылады, соның іздейсің, кітаптан тауып аласың деді. Қазақтың тарихы құмыңда жатыр, қазақтың тарихы суыңда жатыр, қазақтың тарихы бүкіл нәрсеңде, тасыңда жатыр. Сен сол арқылы сенің тарихын шығарсай, бұл сені жаңаландыру, әрі қарай дамыту, ғылым деген не сөз, өзің айтшы деймін ғой. Ал сіз қараңыз, қазір академиягың бар, осы арада мына Қорқыт университетінде қанша профессорларың бар. Содан сұраңызшы, ғылым деген не мағына береді деп. Айтып көріңізші. Қарқып ештеңе айта алмайды. Bir нәрсе айтсаң ғылыми дәлелдеу керек дейді. Ғылыми дәлел деген сөз Алла Тағаланың жаратқан нәрсесінің бәрі ғылым екен. Сол жаратылған нәрсені барып сен зерттеу арқылы ғылыми атақ алады екенсің. Мысалы, медицина ғылымының докторы, медицина ғылымының академия профессоры деп айтап, ол нені зерттеп алды? Айтыңызшы. Сіз журналистсіз. Белгілі бір саланы зерттейді ғой, белгілі бір дертті адамды зерттейді, адамның денсаулығы. Медицина адамды зерттейді ғой. Ветеринар бар, малды зерттейді. Адамның денсаулығын зерттеу. Адамды кім жаратты? Біздің сенімімізді Алла Тағала жаратты. Мінекей жаратылған, біз жаратылған нәрсені зерттеу арқылы болады. Олар келеді де ғылым өздігінен бір пайда болған сияқты, емесі ғылым бөлек сияқты сөйлейді де әңгіме. Міне жаратылыс арқылы біз зерттеп жатырмыз. Шындық тарихшыға баратын нәрсеге бізде ол жағынан артта қалған дүние. Неліктен бізде қазір ғылым академиясы бар, Алматыда тұр. Оны кезінде Мұрат Жұрынов деген болды. Мен Мұрат Жұрыновқа 3 рет кездескен адаммын, 3 рет. Алдында болған адам. Анау құрсақ өңір дегенді көрсеттім. Осы арқылы біз әлем тарихы шығатын, осы арқылы қазақтың тарихы қандай екенін көрсетеді негеде. О, ертең оған бұл нелер әкелсе, қасиеті болмаса, ұят болып қалмай ма деді. Мен айттым, оған ешқандай қасиет керек жоқ дедім. Еш қажет жоқ. Сіз осыны шығардыңыз неге дедім. Ар жағы тәуекел Құдай өзі келтіреді деп. Жоқ, істеген жоқ. Сен демесең, мен деме батырақ көз. Сонда сіз бас ауыртып жүрген қазақтың түпкі тарихы, қазақтың руханияты өзінше бір бөлек жолда, ғалымдар өзінше бір бөлек жолда, дін өкілдері өзінше бір бөлек жолда. Енді айтайын да, міне үшеуін ұштастырайын десеңіз, негізі ұштасады. Бірақ өздері ұштасқысы келмейтін секілді болып тұр ғой. Енді қарасаңызшы, мен Алматыдамын қазір, не үшін Алматыда тұрғанымды мен білдім. Алматыда Нұрмүбәрак бар. Нұрмүбәрак университетінде мұғалім ғой, енді ұстаздар дейді, жағы ғалымдар дейді, оларды ғалым деп айтады. Алау деген бар екен, жас жігіт екен. Алауға айттым, саған осындай, мұны менде даже WhatsApp-ына бердім, анау құрсақ өңгірі. Осы арқылы біз қазақтың тарихынша Нұх пайғамбардың кемесі Арарат тауында емес, басқада да емес, біздің қазақтың жеріне тоқтаған, топан сөгген тіршілік қазақтың жерінен басталғаны, мынау ақиқатты шығарайық деген кезде ол вообще жауап бермейді. Фатиев Мұхидин деген бар. Ол неде көп шығып жүр өзі. Қожа екен. Оған айттым, ол айтты, мойында қазақ ұттымаса тоқтаған ақиқат деді. Енді ақиқат болса, сіз мына дін жөнінде екенсіз, соны келтірейік та, бір аятта мүмкін кездесіп қалар. Мен оған мүмкін бір нем басым жетпей шығар, білімім жетпей шығар оған деген кезде мен тарихшы емеспін деді. Жарайды, онда дедім де қоя салдым оны. Енді тарихшыларға келем. Тарихшыларға келем, Мұхтар Әуезовта университеті бар. Басқа да бар ғой. Мысалы, ояқта Әл-Фараби, анау баяғы Казгу. Ояққа барам, ояққа барсам айтады, біз діндар емеспіз дейді. Мен сол кезде ойлаймын, қазақтың тарихы кімге керек? Молдаға керек емес, тарихшыға керек емес. Кімге керек сонда айтшы? Адамзаттың өмірі кімнен басталды? Адам баласының өмірі кімнен басталды? Адамзат тарихы кімнен басталды? Ол пайғамбарлардың тарихын айтады. Ал қазақтың тарихына келген кезде сақтан тарадық дейді. Ол сақ деген ол бір тайпа болды ғой, енді сақ тайпасы болды ол. Оның алдында қанша тайпалар болды ғой. Сақ тайпада адам ата бірден сақ болған жоқ қой. Әрі қарай зерттеп барғысы келмейді дейсіз ғой. Тереңге барғысы келмейді ғой. Түбіне барғысы келмейді, түбіне. Өйткені Құранда Құжарат сүресінің 13 аятында айтады.
сендерді дейді, бір еркек, бір әйелден, яғни айтқанда адам ата мен Хауа анадан тараттық. Сөйтіп сендерді ұлтқа, ұруға бөліп қойдық. Өйткені бір-бірлеріңді тануларың үшін деген аят бар. А біз әлі танымай жатырмыз бір-бірімізді. Біз әлі бір-бірімізге жете алмай жатырмыз. Біз күлеміз. Енді өзіңіз қараңыз. Біз қазір ешкімнен қорқатынымыз жоқ. Біз шындық келіп тұрғандың осы уақытта қазір бәр ұлттың тұр ғой, бәрі сауатты, бәрін көз ашық. Жазда айт, мына қазақ неге екі жоқ алады, басқа ұлт неге оқылмайды? Біледі ғой бәрі. Алла неге екі жаққа оқылады, ата-ана неге екі жаққа, өйткені бәрі ата-ананың өмір, себебі өмір келеді, қай ұлт болса да. Осының өзіне Алла тағала бәрін дәлелге келтіріп тұр ғой. Мынау тау-тастағы ізден бөлек бәрін келтіріп тұрған нәрсеге жоқ қой, жоқтың қасы. Бәрі білгіш болып отырады ғой, білгіш. Өтірік емес. Мен қанша адамдарға барам, қоя ғой дейді. Ой, пәленше, анау шетелдің пәленше ғалымы жазыпты, мынандай. Адам таң қалады ғой. Болмаса пайғамбарымызға Алла тағала өзің деген дінін айтуды қалды. Осы дін туралы да әңгіме қылады. Дін қалай болды, қайдан келіп пайда болды дейді. Дін бірінші Алла тағаланың әмірі дейді. Адам атаны жаратты дейді, топырақтан жаратты дейді. Топырақтан жаратқаннан кейін жан берді дейді. Жан бергеннен кейін адам атаға ұсынды дейді. 4 нәрсе ұсынды дейді. Қандай деген кезде ақыл, білім, дін, сосын дүние. Осы 4-еуін ұсырып, қайсысын бірінші аласың деген кезде адам бірінші ақылды алды. Ақыл келді өзінің орнына орналасты дейді. Сол кезде айтты дейді, ақыл мен адам қайда жүрсе дейді, мен сонымен бірге болам деп білім келді дейді. Білім, адам, ақыл, білім қайда жүрсе, мен сонымен бірге болам деп дін келді дейді. Осы төртеуі қайда жүрсе, мен сонымен бірге болам деп дүние келді дейді. Дүние деген сөз жер, көк, сосын ортасындағы бүкіл нәрсені айтады екен. Міне, сонда дін адам атадан басталды. Адам атадан басталып ораза ұстады. Адам атадан бастап намаз оқылды. Сөйтіп бүкіл пайғамбарлардың ораза ұстады, бүкіл пайғамбарлар намаз оқыды. Жаратылыстың өзі исламмен жаратылған. Алланың діні қашанда бір-ақ дін дейді. Ол хадисте де айтылады, ол Рум сүресінің өзінде де айтады, 30-шы аятында айтады. Ей Мұхаммед дейді, жүзіңді исламға бұрылт дейді. Әуелден адам баласын соғарына жараттық деген аят бар. Біздегілер не айтады? Ислам діні кенженді дейді. Ислам діні нәзік дін дейді. Ислам діні кенженді болса, 5 уақыт намазды ғана Алла тағала соңғы пайғамбарымызға беріп, бізге бекітіп кеткені сол. Бірақ ислам діні жаратылыстан кеткен дін. Ол кейін пайда болған дін емес. Бүкіл пайғамбарларға адам атадан бастап, бүкіл пайғамбарларға соңғы пайғамбар Мұхаммедтің келетінін Ахмет атты. Ол кітаптар, Таурат кітабы болсын, Забур кітабы болсын, оның бәріне жазылып, ескертілген. Бүкіл пайғамбарларға ескертіп, осындай соңғы пайғамбардың келетінін білдірген. Бүкіл пайғамбарлар армандаған, біз сол Мұхаммед пайғамбардың үмбеті болсақ та болмаған. Оның бәрі өтірік емес қой енді. Біз бүгінгі келеміз де, біз шындыққа түбіне бармаймыз, бер жағынан келіп отырмыз. Енді аға, бұлай ой жүгіртейікші. Адам ата қазақ болатын болса. Енді соңғы пайғамбар Мұхаммед. Оның ұлты араб. Оның ұлты араб қой. Соңғы пайғамбардың ұлты араб. Араб жерінен қалды. Адам ата қазақ. Сонда біз жер бетіндегі барша адамзат қазақтан тарады деген ой шыға ма сонда? Ой, қазақтан шыққан нәрсе. Түптің түбінде бәрі қазақ. Просто бұл өмірге бізді сынақ үшін ұлт-ұлтқа ұруға бөліп қойып болды. Енді біз қалай деген кезде біз әлімсақтан мұсылмаймыз дейміз. Біз неге тазамыз дейді, қанымыздан әлемде біздің қазақтың ғана таза несі. Өйткені біздің таза болатын себебіміз, біз әлімсақтан о басына бізден айтады, Құдай жалғыз, Құдай бір, Мұхаммед хақ, Құран шын деп айтатын. Үйреткен бізге. Біздің ата-бабаларымыз баяғыдан мынау
космос енді ұшып ғылымды дәлелдеп жатса, біздің ата-бабаларымыз баяғыдан қай жұлдыздың қандай мағынасын бәрін айтып қойған, баяғыдан айтып қойған. Біздің бұрынғы қазақтың әр сөзінің өзі ғылым екен. Мына Ньютонның өзі сыртқы бір тартылыспен қозғалыс болады деп физика несін шығарды ғой. Біздің ата-бабаларымыз баяғыдан айтып қойған, жер болмаса шөптің басы қозғалмайды деген екен. Оның өзі ғылым екен. Өзіңіз қараңыз, жер болмаса шөптің басы қозғалмайды ғой, ал қараңыз. Мінекей, соның бәрін қарап отырсам, бізде өйткені адам атаның өзін, Алла тағала бүкіл пайғамбарлардың өзі не арқылы, аяны арқылы, не арқылы бүкіл немен келтірді. Біз сол адам атадан бастап бүкіл пайғамбарлардың ізімен, жолымен жүріп жатқан сондай тікелей ұрпақ біз болмыз. Біз еш уақытта адаспағанбыз. Бізді анау айтпады ғой, көкке табынған, отқа табынған, шабанизм болған бір өтірік нәрсе. Біздің ата-бабаларымыз бастан осы исламмен жаратылып, исламмен келе жатқан біз солдай ұрпақ екеніміз ақиқат нәрсе. Біз бүгінгі таңда әлемге үлгі болатын, бүкіл әлемге айтып отырмын ғой, қазақ дегеннің өзі расширокасы бар екен. Қазақ тек бір ұлттың ғана, бір елдің ғана, бір қауымның емес. Қазақ деген адамзат деген мағынаны беретін сөз. Ол қалай деген кезде қақпа, адам, заман, адам, қақпа деген сөзден қазақ деген сөз шығар екен. Бұл не мағынасы? Оған мағына былай екен. Мына Мүмине деген сүре бар. Мүмине сүресінің 12-ші аятында айтады, арасында адамды балшықтан жараттық деген аят бар. 12-ші аят. 13-ші аятында сосын бір тамшы суды жатырда тұрақтандырдық дейді. 14-ші аятында айтады, сол бір тамшы суды ұйыған қан қылдық, одан оны ет қылдық, одан оны сүйек қылдық, сол сүйекті етпен қаптадық та бір жаратылыспен жан бердік, шебер Алла деген аят бар 14-ші. Содан кейін 15-ші аятта айтады, сендер одан кейін өлесіңдер дейді. 16-ші аятта айтады, қияметте қайтадан тірілтесіңдер дейді. Осы аят. Енді осы аяттың қазақша мағынасынан қарап көрсеңіз, аспанның қақпасы дейді. Аспанда қақпалар көп екен ғой, пеш қақпасы дейді. Аспанның қақпа ашылады да, жан ананың құрсағына келіп, ананың құрсағында біз адам болады екенбіз. Қай ұлт болсаң да. Ананың құрсағында 9 ай 10 күн, ол ананың құрсағының өзі бір әлем екен. Сөйтіп, осы өмірге туылып, осы заманда өмір сүріп, осы заманда өліп, ертең қияметте қайтып тіріліп, Алланың алдында осы өмірдегі жақсы жаман амалдарымызға жауап беріп, Алланың қақпасына қайтып келеді екенбіз. Мінекей. Осы аяттың өзі шындықта деліп береді. Аға, енді жаңа мынандай ақпарат айтып қалдыңыз. Жаңа тарихшылардың айтып жүрген деректеріне қатысты өз ойыңызды білдірдіңіз. Ата-бабамыз бұрыннан сол осы тура жолда болған. Бірақ енді тарихшы ғалымдардың бұрынғы түркілердің, сақтардың, ғұндардың, енді кейінгі түркілердің буддизмді, шаманизмді ұстанғаны, кейбір бөлігінің христиандықты ұстанғанын жерлеу рәсімдерінен байқап, солай дәлелдеп шығарып жатыр. Егер де тура жолда болған болса, ислам қазақ даласында Әл-Мисақтан болған болатын болса, неге ол араб даласынан қазақ даласына, түркі даласына келді де Атлақ шайқасы арқылы түркілерге ислам қабылданды? Оған ой жүгіртіп көрдіңіз бе? Жоқ, оған былай ғой. Сіз бұрынғының қайтесіз, қазір келіп жатқан христиан дінінің өкілдері бар, Будда дінінің өкілдері бар, көп қой қазір. Әрқайсысының өз ақиқаты бар аға. Біз адастырып айтпайық, бірақ. Тоқтай тұрыңыз. Енді пайғамбар хадисін қараңыз, болмаса Құраннан қараңыз. Сол балдарды дейді, осы қияметке дейін келетін адам баласының бәрі әлімсақтан мұсылман болып туылады. Әлімсақтан дейді. Мұсылман болып туылып жатыр. Олар біліп жатқан жоқ мұсылман болып туылған. Ол біздің сенімімізде солай айтылады. Олардың сенімінде айтылмайды бірақ. Бұл біз шындықты Құран хадис арқылы шындықты шығаруымыз керек. Айтпаса біз пәлен жеп алды, біз мынау қазба жұмысы ғой, қазба жұмысында небір адамдар болды, өтірік емес. Жылқында болып жатыр, киімменде болып жатқан, оның бәрі қазба жұмысын тауып істеп жатқан нәрсе бар. Бірақ біз енді білім, ғылым деген нәрсе білесің ба? Құран ғой, Құран деген бүкіл
адамды қалай неден жаратқан нәрсені, бүкіл нәрсені мына тиын сүресінің өзінде жазып қойып тұр, 4-ші аятында адамды көркем етіп жаратты. Көркем бейнеде жаратты. Көркем бейнеде жаратты дейді. Жерді қалай жаратты, қарамайсыңдар ма дейді. Тауларды қалай біз қазық қылдық дегенде қарамайсыңдар ма дейді. Әр нәрсені Алла Тағала белгілерін бәрін көрсетіп қойып отыр ғой. Бізде келесің, мысалы мен геология ғылыми университеті бар екен. Соныңда бір 80-нен асып кеткен кісі бар екен, академикпін деді. Мен пәлен кітап шығардым, спичный коробка деп майда тастар бар екен. Ол кісі айтады, мынау пәлен миллион жылға тау болған ненің деп көрсетіп жатыр. Ол қаяқтан, ол пәлен миллион нәрсені қалай есептеп шығарады? Айтыңызшы. Сенің анау неңнің әлі есептеп шығара алмай жатқан тарихыңды, ол ананы мен өзім таң қалдым да қойшы дедім оған. Оған мен анау аттың суреті өткенде көрсеттім ба? Иә. Анау айдақардың суреті, мен сол аттың суретін көрсетпеймін ба? Мынау қара, осындай тас бар. Бұған сіз енді ғалым екенсіз, қандай не айтасың десе, ол тас кішкентай ат болып қалған ғой дейді. Анау суретті көрсетіп жатыр. Мен соған таң қалдым да, онда мен оған кішкентай ат екен, тасқа жабысып қалған екен деп көрсетіп жатқан жоқпын ғой. Алланың шеберлігін көрсетіп жатырмын ғой енді. Белгі көрсеткен тасына. Ал ол басқаша қуып кетті, көрдіңіз ба? Осындай адамдар көп қой енді, қарап отырса, академик деген адам. Міне. Ол енді өз тарапынан айтады ғой аға. Сіз менің түсінгенім бойынша физикалық заңдарға бағына бермейтін, тылсым деп айтпайықшы, ғайыпты, адамның санасына сыймайтын кереметті дәлелдеп бергіңіз келіп жүр ғой, негізінде осындай. Кешіріңіз, тоқтайтыңыз. Қазақта былай айтады. Көзбен көргенді айтайын ба, құлақпен естігенді айтайын ба дейді. Қайсысы ақиқат? Құлақпен естіген ақиқат па, жоқ? Көзбен көрген? Көзбен көріп отырсыз. Сіз көзбен көріп отырсыз ба? Мына көріп отырсыз ба көзбен? Иә. Көріп отырсыз. Мынаны көріп отырсыз ба? Көріп отырсыз. Мен суретті көрсеттім. Көзбен көріп отырсыз. Бұны бар көзбен көрген нәрсені сіз қалай жоққа шығарасыз? Қайтып сіз оны ғайыптан деп отырсыз, тылсым деп отырсыз. Сіз көзбен көріп отырсыз ғой. Құдайдың құдіретін көзбен көріп отырсыз. Көзбен көрген нәрсені ол тарих, ол ғылым. Егер мен көзге көрсетпей, басқа нәрсені айтып отырсам, ол кез айтасың, ой, қойшы сен. Жоқ, енді неге аға, мен түсінбей отырғаным, неге ғалымдар, немесе жаңағы ислам дінінің өкілдері қызығушылық танытпай отыр? Мысалға, сіздің айтып отқан дүниелеріңіз өте тың дүние. Көп адам айтпайды. Ешкім айтпады десек те болады. Мысалға, сіз 21 жыл, араға 21 жыл салып келіп отырсыз біздің телеарнаға қайтадан. Бірақ сіз бұған дейін де бұл деректеріңізді көптеген жерде айттыңыз ғой. Неге құлақ асқылар келмейді? Әлде өздеріндегі шындық деп жүрген дүние өтірік болып қалатын болғаннан кейін? Айтайын деген мына, енді дайын, мен анау Нұрдәулет деген Түркістан облысының туризм басқармасының басшылығымен жас жігіт, өзің сияқты жас жігіт әңгімелесіп отырдық. Мен алардың бәрі, оны қолыңа ұстап тұр ғой, анау із тұр, енді әрі қарай дамыған нәрсені шығарсай, тарих жоқ болса тарихын шығар жаңағы әрі қарай. Көзге көріп тұрған дүние ғой бәрі. Десек, мен пәлен мемлекетте болдым, анада болдым, басқаша кетеді да, өзінің несімен кете береді. Сосын айттым, жоқ, сен көп көрмейтін адамсың деді. Дұрыс, мен жүре бер, болды енді. Мен білем дедім, қазір мен облыс әкіміне кірейін дедім, дұрыс айтайын, облыс әкімі сізге тапсырма берсе, сіз істейсіз дедім. Мен сізге келіп отырмын, сіз бәрін біліп отырсыз, шетелге, дұрыс деймін, шетелге бармай жатқан адам емес, бәрі барып жатыр. Шетелге, анау қажыға барып жатқан адам көп, қажыға барып келдім, көріп келдім дейді, бірақ бір амалы жоқ оның дедім. Ол туралы айтып отыр ғой дедім. Алланың шақыруы болады, пайғамбардың шақыруы болады, жын шайтанның шақыруы болады. Алланың шақыруында барған адам 180 градус өзгеріп келеді. Пайғамбардың шақыруында ол пайғамбардың сүннетімен жүреді. Жын шайтандікі барды, келді, сол қалпында дейді. Сол қалпындасы ғой десе, мен сонда жын ба дейді ғой. Енді жын еме дейді. Бардың, келдің, болды, амалың жоқ, темекі шегесің ме, шегесің, намаз оқымайсың ма, оқымайсың, жүрсің ғой үшін. Ондай адам көп барады да келеді, атыны атып жатыр. Сол сияқты бізде көп нәрселер бар, міне, түсіндіңіз ба? Осында мен енді айтып отқан жоқ ма, кеше Қазығұрт ауданының әкімінде болдық, осы 1 сағат сөйлестік әңгімеде. 1 сағат мұқият тыңдады. Артынан айтты, давай біз
қолымыздан келген нәрсені істейік, қаражаттан біз бөлейік, осындай ғалымдарды шақыр, ғалымдардың да пікірін несін алайық, осы мынау тың дүние жақсы нәрсе екен деді. Жарайды деп соған бағдарлама жасап жібердік. Енді айтып отыр, біздің қаражатымыз жетпейді дейді. Сонда аға, бұл өз ұлтының туған тарихына, тау тасына, жалпы өткеніне немқұрайлықпен қарау ма, әлде жай ғана қатардағы азаматтың сөзінің салмақтығы жоқ екенін көрсетіп беру ме көзімізге? Енді қараңызшы, мен сізге қазір айтып отырмын, мен Адырбектің кезінде Адырбекке ашық хат беріп, осы Ақиректегі Арыстанбап туралы айттым. Осы жерге ғылыми көзқарас беріп қараңыз. Әлемді деңгейге шығарыңыз деген ашық хатпен жібердім. Жауап, ол кезде тарихи ескерткіш басқармасын басқаратын мәдениет басқармасында Әбдібір Несеев деген әртіс болған екен. Соны жіберіпті. Маған енді негізінде басап отқан, соған ұсыныс жасап отқан мен ғой. Апарып маған ескертіп бірге баруға болатын дүние. Олар бір күні мен көшеде өтсем, әулие дейді маған. Сапаралы мен әулие емеспін, өзің сияқты пендемін, қайтесің ғой деп әңгіме айтып, керек қылмай-ақ қойыңыз дедім. Біз барып келдік деді. Қай жаққа барып келдіңіз? Осындай жерге барып келдік. Не істедің? Барып суретке түсіріп келдік дейді, сол жерде. Басқа ше, басқа. Қарыққа қарай екенсіз деді онда. Әлемде деңгейге шығарған екенсіз деді, қойдым. Сөйттім де, ол кезде Әлиев деген Жұмабек басқарды. Ол кезде ескі базардың түбінде тұрады. Сол Әлиев Жұмабекке барып кірдім, барып, соның неге әкелген нелерін бәрін схемасын алдым. Сөйтіп күлдім де, осал болады деп. Содан кейін кім келді? Құлмұхамбет келді. Құлмұхамбетке де бердім солы. Жағы Егеулі ата бар, онарда құдық бар 8-ші ережедегі. Осының видеоға түсіріп бүкіл несін. Сөйтіп жағы Арыстанбаптың несін бердім. Оның да видеосы бар түсірген нелерін бәрі. Одан да ешқандай не болған жоқ. Одан кейін Болатбек Қуандыққа да бердім. Одан да еш нәтиже болған жоқ. Көшербаев болды, Көшербаевқа бердім. Одан да еш нәтиже болған жоқ. Мінекей ал. Кілең әкімдер ал. Бүкіл елді басқарып отқан әкімдер істеп отқан нәрсесі немқұрайлық қой. Тарихқа жоқ деген сөз. Өтірік әңгіме ғой, бізде қарап отырсаң өтірік әңгіме. Біз соны түсініп отқан жоқпыз. Біз жалған дүниеде, біз дүниеге, атаққа, дәрежеге құтырып кеттік те, біз келешек ұрпақ шындық керекті шындыққа барып отқан жоқпыз. Сіздің тарихшыларыңыз сол. Тарихшылардың тек атақ үшін. Міне мен профессорлық алсам екен, ақшасын алсам екен, осымен жүріп отқан адамдар. Кабинетте отырған адамдар. Көзбен барып көруге болады ғой. Барсын. Мен еріккене барып жүрген жоқпын. Мен жын шайтанын апарып атқан жоқ. Мен еріккенен атақ үшін айтып атқан жоқпын. Маған атағын керегі жоқ. 5 керегі жоқ атақ. Мен пәлен бітіріп айтпаймын, мен қарапайым адам болдым. Бірақ Құдай мені көрсетті. Құдайдың жолына түстім, әмсақтан мұсылман, Аллаға сансыз мақтау, мадақтар болсын, сансыз шүкірліктер болсын, соған қуанам. Мұхаммедтің үмбеті екеніне қуанам. Әмсақтан мұсылман екеніне қуанам. Міне. Бірақ біз шындықтың екенін әлі жете алмай жатырмыз. Яға, расымен жалпы кешеде айтып ек, тың дүние өзі адамға таңсық болады ғой. Таңсық дүниеге бой үйрету, оны мойындай қою, өте бір адам баласына жат дүниеді бірден мойындай қою дейтін дүние. Енді бағана мен сізге тиктокта көрсеттім, Болат деген жігіт, жалайыр жігіт. Иә, көрдім. Ол баяғыдан да айтып келе жатыр. Жамбыл деген жігіт бар, осы Қазалынікі. Мына Қорқытта салатына Көшербаев сыйлық берген, ана бір нелерін алған. Сол жігіттің өзі, бұрын ол жігітті осы жақта жүргенде, мен баса айтам, мен тыңдап жүретін тұғын. Кейінен ол кісі, ол тіл жөнінде қосым бар, бірнесе дей ме, ол да адам ата қазақ екен, қазақ сөзі деген о баса жаратылған мынандай екен, ол әуреге батыр қазір өзінде, бір кітап шығарамыз, анау Әл-Фарабиді тіл несінде, факультетінде, ол енді Алматыда, Астана, осы орнымен жинаға батыр. Алматыда тағы бір жігіт бар, Мұрат деген бар.
Ол да адам атадан бастап қазақ екен, қазақтың несі деп, ол да осы бір кітапша шығарып, ол да әрекет жасап жатыр. Енді көптеген адамдар бәрі бар. Мен өзім ойдан шығарып жасап жатқан нәрсе емес. Маған ойымдан 2004-те қалай берді, қолыма міне белгілер берді. Мен тек көзге көрсеткен дүниелермен ғана жасап жатқанмын. Ойдан құрып жатқан жоқпын. Құран ба, Құранның бойынша міне мынаған дәлелге керек, мен сонымен ғана сөйлеп отырмын. Бірақ біздегі мысалы айтып отқан жоқпын. Діндарлар біреуде не жоқ. Тек хадис жаттау, сүре аят жаттау. Енді біздің әулиелер бар ғой, Арыстанбап баба бар, Қожа Ахмет Яссауи бар. Бір молдан Қожа Ахмет Яссауи Арыстанбап туралы тарихын білмейді. Бір молдан білмейді. Анау Ахмет Ғазизов деген болды. Ғазиз Ахмет деген қайсы Әзірет Сұлтан мешіті Астанада, соның наиб имам болып отырды. Ол Қожа Ахмет Яссауи өзінің сияқты пенде ғой деді. Ол өзіне теңеп отыр, тіпті өзін одан артық қылып отыр. Ал ол әулие екенін, ол Алланың досы екенін, әулие деген адам жасап бермейді ғой, әулиені Алла жасайды. Оның дәрежесі, ілімі қандай екен, ол есептеп отқан жоқ. Мінекей. Біздегілер айтып отқан жоқ ма? Біздің бірден молдамыз, мен өткен неде Рамазанда отырдым, Қаскелең ауданының орталығында Имам Ағзам мешіті бар. Сол мешітте осындай неден келген көбі, Қытайдан келген, Ауғанстан келген қазақтарымыз. Сол жас балдар ғой енді, жаңағы молдалар. Пайғамбарларының, сахабалары, солардың бәрін айтып келеді. Сосын мен әдейі әулиелерді айтамын. Бізде Қорасан ата деген бар. Қорасан ата деген таң намазын, сүннетін оқиды да, парызында Меккеге Қабаның алдында оқып келеді екен. Бір бекетте сондай болған екен. Бір Ғабитхан деген молда болған екен. Ол да сол түрменің ішінде жатып, сүннетін оқиды да камерада, содан кейін камерада жоқ болып кетеді екен. Оны бүкіл түрменің басшыларына дейін іздеп жатса, сол 9-ның уақытында қолында құманы бар, кеп тұрады дейді. Қайдан келдің десе, мен бір әдетім бар еді, таң намазының парызында Меккеге барып оқып келетін деп айтты дейді. Соған сенбей бақылайды екен, бақылаған уақытында да бәрі жоқ болып кетеді екен. Сол ақырында Сталиннің несіне болған екен, осындай. Сөйтсе, ол ертек қой дейді. Сосын мен айтам, қалай ертек, сіз енді білімді адамсың дедім. Құран не үшін оқиды, көп оқитын кітап дейді. Құран білім дейді. Білімді болатын болса, сіз дедім, оққан жоқсың ба Құранда? Құранда пайғамбарларда мұғжиза деген болады. Одан кейін сіз ана Сүлеймен пайғамбар туралы мысалға келтіріп қойды ғой бізге. Содан ғибрат алыңдар деп. Сүлеймен алейхиссалам пайғамбардың заманында Балқис деген патша ел болады, Саба деген елдің патшасы. Соны тағы болады. Сол тағына кім әкеледі деген кезде ол жындардың да патшасы болған ғой. Сонда жындардың несі айтты дейді, тақсыр, сен орыңа отырып тұрам дегенше алып келем дегенде, бір емесі айтты дейді, қас қағым сәтті деп айтты дейді, қағым кірпік қаққанша. Ол кім дегенде білім иесі, сол сияқты біздің ата-бабалардың білім иесі болған ғой. Ал сондай сендерде білім иесі бар ма, айтыңызшы. Келіп тұрып мен оқы, сендер жаттансыңдар ғой. Ұстазың қандай айтты, қай сүрені оқу керек, анау қай нені оқу керек, қай хадисте не жазды. Только сондар отырған адам сендерде білім жоқ, білім иесі жоқ сендерде. Алла берген қасиет жоқ сендерде. Керемет жоқ. Шынымен өтірік емес сондай адамдар. Қазір анау жаңағы кімдерің бар ғой, жаңағы отырған Арман Қуанышбаев кімдер деген, астынан жеп берді ма, мәз болып жатыр мен балып. Бұрынғы біздің бабаларымыз ондай дүниені қызықпаған ғой. Біздің мына Марал Ишан бүкіл ауылды қамтамасыз еткен. Басқа бабалардың бәрі бүкіл жетім-жетіккенен бүкіл несіне дейін қамтамасыз еткен. Бірақ Құдай жеткізіп отырды. Бірақ олар істеп жатқан жоқ қой. Тек өзіне тығып жатыр, өзінің бүйтіп жатыр. Қай жақта тақуалық қайда сонда, айтыңызшы. Бізде тек мақтану ғой, сырт бейнеміз ғана, ішкі дүниеміз таза емес шындап келгенде. Аға, бізге берілген уақытта жақындап қалған екен. Жалпы енді тарқататын тақырып әлі таусылған жоқ. Алдағы уақытта тағы да сұхбаттасамыз. Алла бұйырса. Бірінші сұхбатымызды тәмамдайық. Сізге алғысымды айтамын. Амин. Бұл жерде енді сізден бір сізге қарама-қарсы сұрақ қойып, сіздікін жоққа шығару емес менің мақсатым. Менің мақсатым сіздегі бар дүниені, сіз жасап жүрген еңбекті осы көзға қарақты көрерменге көрсету. Дұрыс. Еститін құлақ болса, соған жеткізу.
дұрыс айтасыз. мақсатым. Алтын уақытыңызды бөліп, мына қолыңыздағы алтыннан да артық дүниелермен келгеніңізге, өзіңіздегі бар ақпаратпен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта аманшылық болса, Амин, амин. тағы да кездесуіміз, сұхбат құруымыз бұйырсын. Амин, амин. Рахмет айтам, алғыс айтам. Болды, рас. Сіздерге де Алла разы болсын. Осындай студияларыңызға шақырып, сұхбат осындай бөліскеніңізге бәріне ешқандай бізде реніш жоқ. Бірақ шындық керек, керек ұрпаққа керек, келешекке керек. Бізден кейін де бола беретін нәрсе, бірақ шындықтың аты шындық. Адамзаттың өмірі адам атадан басталған ақиқат, адамзаттың тарихы адам атадан басталған ақиқат. Енді біз тек біз топырақтан жаратылғанымыз шындық, топыраққа баратынымыз шындық, топырақтан қайтып шығарылатынымыз шындық. Адамның жаны өлмейтін ақиқат мәңгі дейді. Біз енді жұмақ дейді. Неге бізде мәңгілік ел дейді? Мәңгілік ел деген сөз жұмаққа болу мәңгілік. Соған біз себепші болуымыз керек. Біз әлемге үлгі болатын, әлемге отырып, Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі екеніне дейін, мынау христиан діндегілерге шынымен адасып жатқанын, Құдайдың баласы емес екенін Иса пайғамбар кім емес екенін, өйткені Әлі-Құмар сүресінде даже Мариям ананың өзінің 43-ші аят-ау деп ұмытпасам, ей Мариям, маңдайын сәжде ет дейді, ұрқы құлшылармен бірге бол деген аят бар. Сонда қарап отырсақ, Мариям анамыздың өзі намаз оқығанын Құранда аятта нақтылап тұр. Аға, біз жалғастыратын болсақ әрі қарай тағы да уақыттан асып кетеміз. Көптен көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да сұхбаттасатын боламыз. Соны айтып жатқан солым ғой. Сондықтан біз жақсы білімге қарай бәріміз шығайық деп жатқан сөзім ғой. Көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Алла жемісін бере берсін. Ардақты ағайын, құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Ең бастысы өмірдің өріндерінде өкінішсіз өтейік.